Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен хит болып жатқан баклажанды салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттардың барлығын мен описанияға толық етіп жазып қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен баклажанымызды кубиктап ірілеп турап алатын боламыз. Ірілеп турап ала беріңіздер, себебі алдағы уақытта видеода көрсетемін, майға қуырған кезде баклажанымыз кішірейіп қалмауы тиіс. Сол себепті ірі етіп турап, ыдысымызға салып, дәміне қарай тұз және де кукурузды крахмалымызды қосатын боламыз. Екеуін жақсылап тұрып араластырып, қызып тұрған отта, яғни қызып тұрған майда екі жағын қызартып қуырып аламыз. Сол кезде қытырлақ болып, әдемі болып шығады баклажанымыз. Суыған соң үстіне помидорымызды дәл видеодағыдай және де баклажанға ұқсас етіп турап аламыз. Екеуін жақсылап тұрып араластырып, тарелкамызға әдемілеп сәндеп салып аламыз. Салып болғаннан кейін мен бетіне фетаксаның сырын пайдаландым. Сіздер творожный сыр пайдалансаңыздар болады, немесе басқа да сыр, творожный сыр қойсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады дәмі. Осылай салып, бетіне кез келген кисло-сладкий соусымызды бетіне құямыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Динара. Ас болсын.